Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Балалар, бүгін біз математика пәнінен есептер шығару тәсілдері бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы есептер шығару, Қазақстанға саяхат. Сабақтың оқу мақсаты санды бірнеше есе арттыруға, кемітуге, айырмалық салыстыруға, еселік салыстыруға, берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Бүгінгі сабақта сен есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйренесің. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың қандай қалада болғанын анықта. Ал енді мына алдарыңызда тұрған суретке қарап, ойланып көрейік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Айгүл мен Сырым қайда шықты? Дұрыс, балалар, саяхатқа шықты. Ал саяхат дегеніміз не? Саяхат дегеніміз адамның өзге елді көру, немесе демалу үшін сапарға шығуы. Саяхатқа шыққан адамды турист дейді. Адамдар саяхат кезінде көптеген қызықты жаңа мәлімет алады, көрікті жерлермен танысады. Олай болса, қазір біз Айгүл мен Сырымға өз еліміздің қалаларына саяхатқа шығуға көмектесейік. Сендер балалар, келесі екінші есепке назар аударайық. Шарты және сұлбасы бойынша есептер құрастыр. Берілгенге кері есептер құрастырып, оларды шығар. Пойызбен Алматыдан Өскеменге дейінгі жолға 24 сағат, ал Астанадан Қарағандыға дейінгі жолға 4 сағат уақыт кетті. Сұрақ: Алматыдан Өскеменге дейін неше есе артық уақыт кетті? Неше есе артық уақыт кеткенін білу үшін 24-ті 4-ке бөлеміз. Жауабы: Алматыдан Өскеменге 6 есе артық сағат уақыт кетті. Енді балалар, осы есепке кері есеп құрастырайық. Алматыдан Өскеменге 24 сағат, Астанадан Қарағандыға 4 сағат. Сұрақ: қанша артық уақыт кетті? Қанша артық уақыт кеткенін білу үшін 24-тен 4-ті азайтамыз. Жауабы: Алматыдан Өскеменге 20 сағат артық уақыт кетті. Тамаша балалар, олай болса, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, 25-ші беттегі 4-ші мысалға назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін сақтап, өрнектердің мәндерін табыңдар. Келесі 5-ші тапсырма: баған түрінде шығарып, дұрыстығын тексер. Үйге тапсырма: 25-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындау.